сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағы 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы сын есім. 115-ші сабақ. Оқу мақсаты: мәтінді түсініп оқып, оқиғаның мәтін екенін дәлелдеу. Ребустың шешімі бойынша сөйлем құрау, сауатты жазу, сын есімдерді таба білу. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Миға шабу. Менің бағытым ойыны. Сөздерді сәйкестендіру арқылы тіркестер құрап жазу. Тәтті қант, ақылды бала. Бірінші бағандағы сөздерге сұрақ қою. Қандай қант? Тәтті қант. Қандай бала? Ақылды бала. Ереже: заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, қоңыр, сопақ, тағда басқа. Балалар, кітабымыздың 87-ші бетін ашайық. 51-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқу. Мүйіз тұмсық ірі жануар. Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Алайда мүйіз тұмсық күндіз сұлап жатады да айбарлы дыбыс шығарады. Ал түнде жайылымға шығады. Мәтінді түсініп оқимыз. Мәтіннің түрін анықтаймыз. Мәтінде қараман берілген сөздерге сұрақ қоямыз. Мәтіннің түрін анықтайықшы, балалар. Қандай мәтінге жатады? Дұрыс айтасыңдар, сипаттау мәтініне жатады. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қояйық. Қандай? Ірі. Қандай? Жіңішке. Қандай? Айбарлы. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, дәптерімізді ашайық. Көркем жазу: алма, алмұрт, шие сөздерін әдемелеп, дәптерімізге көркемдеп жазып алайық. Кітабымыздың 88-ші бетін ашайық. 52-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз. Іші жұмсақ, сырты қатты. Еті қызыл, сүті тәтті. Балалар, жұмбақтың жауабын шеше қояйықшы. Дұрыс айтасыңдар, қарбыз. Енді осы жұмбақтың ішінен сын есімдерді тауып, астын сызайық. Қандай сын есімдер бар? Жұмсақ, қатты, қызыл, тәтті. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, орнымызда отырып, жұмбақтың жауабы болған сөзге дыбыстық талдау жасайық. 53-ші жаттығуға қарайық. Ребусты шеш, шешуіндегі сөзге сөйлем құрастыр. Ребусты шешіп көрейік. Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Тауық. Тауықтың соңғы 3 әрпін алып тастаймыз. Одан кейін нені көріп тұрмыз? Қаз. Қаздың алдыңғы 2 әрпін аламыз. Алма. Алманың соңғы 3 әрпін алып тастаймыз. Қандай сөз шықты, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Таза деген сөз шыққан екен. Ендеше таза сөзіне сөйлем құрайық. Құрап көрейік. Айгүлдің үйінің ауласы таза екен. Сендер тағы қандай сөйлем құрай аласыңдар? Ендеше сөйлем құрап, дәптерімізге жазып алайық. 55-ші жаттығуға қарайық. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз. Суреттен ненің суретін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Аюдың және оның қонжығының суретін көріп тұрмыз. Әңгіме құрап көрейікші. Аю мен қонжық өзенге суға түсуге келеді.
Аю суға түсіп кетеді, бірақ қонжығы суға түсуге қорқады. Ол қашып кетеді. Аю өзінің қонжығын суға түсіреді, жүзуді үйретеді. Қонжық анасына рахмет айтады. Енді балалар, осы өзіміз құраған әңгімемізді дәптерімізге жазып алайық. Үйге тапсырма балалар. 88-ші беттегі 54-ші жаттығу. Жаңылтпашты қатесін жөндеп жаз. Сын есімдерді тап.